Анамның да етеккірі келген кезде бізді жылы киіндіріп қояды. Сосын сабақтан келгеннен кейін бізге ыстық сүт береді, май салып. Үнемі 3 күн, 5 күн келе ма жылы киіндіріп қояды. Қызым жылы жүр. Өйткені сенің алтын маржаның келіп жатыр. Сен Құдаймен, әруақпен тікелей байланыстасың. Сенің бүгінгі күтініп жүргенің, бүгінгі сенің бойыңдағы тазалығың ертең балаңмен бірге өзіңнің балаңмен бірге, балаң дені сау болуымен шығады. Ал енді қараңыздар, сол кездегі әжелеріміз ешқандай гинеколог жоқ кезде бізді қалай тазартқан. Қазір қыздарымыздың бәрінде бесплодие, тұрмысқа шықпаған қыздардан киста, тамыры байланып қалу, труба бітеліп қалу. Сонда әжелеріміз мына қыз балаға алтын маржаны келіп жатыр деп ыстық сүт беріп, жылы киіндіріп, ана кіші дәреті шыққан кезде, терлеген кезде, одан қалды мына келіп жатырған қанның бәрімен қыздардың бойындағы, өң бойындағы керек емес нәрсені тазартып отырған. Ал қазір оны көп медицина уколмен кетіріп жатыр. Сондықтан құрметті аналар, қыздарыңызға алтын маржаны келген кезде қызым кел деп жылы киіндіріп, қасыңызға алып, жақсы әңгімесін айтып, міндетті түрде сүтке май салып беріңіздер. Ана ішіндегі барлық нәрсенің бәрі кетеді. Және қыз бала тазарынады. Сосын қыздар етеккіріңіз келген кезде